Қарап отырсам өмірімде түрлі тағдыр иелерін жолықтырыппын. Әрқайсысының ішкі сырын, құпиясын тыңдап, соның бәрі не үшін қажет екенін түсінбей жүретінмін. Бірақ уақыт өте келе сол оқиғалардың бәрі өмірлік сабақ болып қалғанын ұқтым. Аяқжанмен таныстығым да солай басталды. Біз 11-ші сыныпты аяқтаған соң арман қуып Астанаға келдік. Екеуміз бір асханада жұмыс істей бастадық. Жұмыс арасында болашақ туралы көп әңгімелесетінбіз. Бұл 2015 жыл болатын. Бір күні біздің асханаға аты белгілі актер Тұңғышбай Жаманқұлов студенттермен бірге келді. Біз үшін ұлы тұлғаны көрудің өзі үлкен қуаныш еді. Жұмысымызды ұмытып, таңырқап қарап қала бердік. Аяқжан пысық қыз болатын. Ол кісімен сөйлесіп, тіпті автографты алып үлгерді. Сөйтсек, Жаманқұлов ағамыздың актерлыққа арналған 3 айлық курсы бар екен. Аяқжан сол курсқа қатысуға рұқсат сұрады. Мұны естіген мен де бірден елітіп батылымды жинап, мен де барайыншы деп сұрап алдым. Келесі күні жүрегімізді қолымызға ұстап сабаққа бардық. Алғашқы күні-ақ ұстазымыз әркімнің өнерін көрсетуді сұрады. Кезек маған да келді. Соқырана өлеңін оқыдым. Сол күні үнсіз тыңдап болып, ол қағазға әлденені түртіп алды да, келесі деді. Өзімді кінәлі сезініп, неге монолог оқыдым деп іштей өкіндім. Ал Аяқжан болса сахнаға сенімді шығып, жарқырап, күліп шықты. Курс 3 айға созылады. Соңында сертификат беріледі екен. Бірақ бағасы 45 мың теңге. Бұл ақшаны естігенде көңіліміз су сепкендей басылды. Себебі ол кездегі айлығымыз да 45 мың теңгеден аспайтын. Мен ол ақшаны берсем, күнімді көре алмайтынымды білдім. Арманнан бас тартуға тура келді. Ал Аяқжан болса алған бетінен қайтпады. Ақша табамын деп 2-ші жұмысқа кіретінін айтты. Бірақ ол жаста жұмысқа алатындар сирек еді. Соған қарамастан 3 күннің ішінде ақшаны тауып келді. Тек 500 теңгесі жетпей тұрды. Менің жағдайым одан да қиын болса да қолымдағы соңғы 500 теңгемді бердім. Осылайша Аяқжан курсқа барды. Біз екеуміз келісім жасадық. Ол курсқа кеткенде 2-3 сағатқа мен істеп тұратынмын. Әр күн сайын ол сабаққа не өткенін айтып, жазған конспектілерін көшіріп беретін. Мен де өзінше сол курстың бір бөлігі сияқты сезінетінмін. Бірақ көп ұзамай жағдай өзгере бастады. Аяқжан курсқа барып жүріп, өзінен 10 жас үлкен жігітпен танысты. Күн сайын ол туралы әңгімелеп, мақтап, мақтанышпен айтатын. Арман да, мақсат да, курс та ұмытылды. Ақыры ол жігітмен бірге тұрып, ол мені асырайды деп жұмыстан шығып кетті. 2 ай өтпей ол қайта оралды. Бірақ бұл бұрынғы Аяқжан емес еді. Маған абортқа ақша іздеп келгенін айтты. Бірақ менде ондай қаражат жоқ болатын. Ақыры тағы да жоғалып кетті. Бір аптадан соң қайта келіп, асхананың бастығымен сөйлесіп, жұмысқа орналасты. Бірақ бұрынғыдай ашық сөйлеспейтін. Күн сайын әр түрлі жігіттермен кетіп қалатын болды. Кейде ішіп келіп жылап отыратын. Сондай сәттерде қасында тек екеуміз ыдыс жуатын Бағира тәтемен мен ғана болатынбыз. Көп ұзамай ол бар шындығын айтты. Менің әкем жоқ. Мамам түрмеде. Мені қарайтын туыс та жоқ, әпкем де қабылдамайды. Мен ешкімге керек емеспін деді. Сол кезде берген 500 теңгем есіме түсіп кетті. Бәлкім өмірінің жолы басқаша болар ме еді деп өзімді кінәладым. Кейде жақсы ниетпен жасаған көмегіміз өзгеге жамандыққа апаратын жол ашып береді екен. Кейін мен де, ол да асханадан кеттік. Басқа жұмысқа орналастым. Бір күні Артем базарының аяқ киім алуға бардым. Аяқжанды кездестірдім. Бұл жолы ол базарда сатушы болып жүр екен. Мені көріп, қуанып, жағдайымды сұрады. Тағы да ақша сұрады. Өзге сатушылармен бірге тұратынын айтты. Жағдайы мәз емес екенін де бірден сезілді. Мен аяқ киімімді алып үйіме қайттым.
содан Егер кейін оны өмір қайта сүріп жатсаң, көрмедім. осы жолдарды бір Кейінірек күн әлеуметтік қалсаң, желіден оның сенің парақшасын тағдырыңа көрдім. бей-жай қарамағанын Суреттеріне қарасам, білемін. өмірі Өмірінің жақсы алғы сияқты сәттерін бірге көрінді. көрген жан ретінде мен Солайша саған тек Аяжанның бір нәрсе Астанадағы айтқым келеді. арманы басталған Сенде жерінде аяқталды. барлығы жақсы болады Арманның деп да, сенемін. тағдырдың да өз жолы бар екен. Мен ол күндерді ойласам, әлі күнге дейін өкінемін. Аяжанға берген 500 теңгем үшін де, оны тоқтата алмағаным үшін де өзімді кінәлі санаймын.